өзі азғантай ғана қауынды көп балалы үйде өзімізге жетпей жатқан кезде мынаны апарып көршіңе бер деу арасында да сол кезде ауыр болатын. Қаншама отандастарымыз елге жете алмай әлеуметтік желіде біреуі жылап салды, біреуі қиналып салды. Мен ойлаймын, қазір біз өзіміздің ұрпаққа дұрыс тәрбие беріп жатқан жоқпыз деп ойлаймын. Қазір өз-өзіне қол жұмсайтын жастар көп. Боргемік, қиындыққа төзбейтін, өз-өзіне жауапкершілік алмайтын, былайша айтқан кезде бір бос бөлбеу ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Бұрын да оқуға түсу оңай болған жоқ. Анау ауылдық жерлерден арып ашып, ағайын жағалап Алматыға келіп, емтиханға түсе алмай, қайтсе де, жұмыс істесе де, сырттайға түссе де, әйтеуір намысқа тырысып, пәтер жағалап жүріп, қара жұмыс істеп жүріп, білім алған біздің алдымыздағы аға буындар. Біз балаға бұрын қазақ қалай қарады, қазір де солай қарауымыз керек. Мен негізі сыр бойының баласымын. Қызылорда облысына белгілі, сыр бойына белгілі өнер қонған, әнмен жыр қонған Рахметовтер әулетінде туғам. Біздің әулет әнші мен жыршының әулеті. Сол әулеттің үлкені менің әкем, Сәндібек деген кісі. Сол әкеммен анамның мен кенжесімін. Шешем біз апа деп өстік. Апам 13 құрсақ көтерген екен. Сол 13 құрсақтың 13-шісі менмін. Сол үшеуі кішкентай кезінде шетінеп кеткен екен. Сол қалған 10-ы шүкір қазір бір 10 ауыл болмасақ та 10 ошақтың түтінін түтетіп отырмыз. Мен сол сырдың бойында Сырдариядан бөлініп ағатын Жаңадария деген дарияның жағасында өстім. Сосын бір қалай құйса солай қататындай, бір балқып тұрған қорғасындай бір бозбала шағымда Тараз қаласына жездемнің қолына келдім. Содан бастап Таразда өстім, Таразда есейдім. Маған Сырдарияның суы қандай қасиетті болса, Тараздың суына да солай шөлдеп отыратын болдым. Қазақта айтады оны, қосананы телемген деп. Сол сырдың суы мен таластың суын қатар ішіп өскен ұлдардың бірімін. Қазір енді Астанадамын. Әдебиет порталында қазақ әдебиетін мүмкіндігінше насихаттауға жұмыс жасап жатырмыз. Қазақта ұшқанда ұяңда не көрсең, ұшқанда соны ілесің деген сөз бар. Сосын 9-ыңда қандайсың, 90-ыңда сондайсың дейді. Бұның барлығы демек сіздің үлкен өмірге қадам басар кездегі негізгі алған тәрбиеңіз қандай болды, көргеніңіз қандай болды, тәліміңіз қандай болды. Соның барлығы ана үйдің фундаментінің мықтылығы сияқты баланың бір 5-6 жасқа дейінгі уақытта бойына сіңіп үлгереді ғой деп ойлаймын. Сондықтан маған көп жағдайда сол бала кезінде көрген тәрбием әсер етті. Мына көп балалы отбасының тәрбиесі бөлек болады. Ол бала қаласын қаламасын бөлісіп жейді. Ол қаласын қаламасын өзінің алдындағы үлкеннің киімін киеді. Ол қаласын қаламасын көпшіл болады. Ол балада менмендік, өзімшілдік, менде ғана болсын деген принциптер көп жағдайда болмайды. Кейде бала кезімізде әкеміздің, анамыздың бір айтқан сөздерін былай істеуге болмайды, былай істе деген сөздерін түсінбеген кездеріміз болады. Кейде кейін есейгеннен кейін, айналамызға қарағаннан кейін, сол кезде бір адам өзі ой түйеді, осыны баяғыда әкем айтып еді. Демек бұл осындай жағдайда байланысты айтылған екен ғой деген. Мен бір әке тәрбиесі деген өлеңім бар. Соны оқып берейінші.
Қалада мынау еңсемді басып ауыр мұң, ертеусіз мінген, ессіз тірліктен жауырмын. Еркелеп желі өбетін келіп бетімнен арайлап атар, аңсадым таңын ауылдың. Қайнатып қойып қырғауыл деген құс етін кеспе қып турап түстікте апам ішетін. Көк аспан жерге түсердей болған ыстықта әкемнің еккен әңгеліктері пісетін. Көбіге пісіп айырып алған сармайдан айранның дәмі кетпейді әлі таңдайдан. Түс қайта келіп көлеңкесіне теректің жиналушы едік, әңгелек жеуге сарғайған. Ақ көңіл жанға бір алла нұрын құйсын тек. Бақшада бар ғой, піседі талай жейсің деп жартысын бөліп жұмсайтын әкем көршіге. Елде бар дәмнен, олар да ауыз тейсін деп. Ұға алмай мәнін, әкеге үнсіз қараймыз. Барлығымызда бір тойып жеуді қалаймыз. Бас-басымызға біртілік жетсе мәз болып таңдайға басып, тәтті екен десіп тараймыз. Жүргенде солай, жаз айы бітіп күз келді. Әңгелектерді тараттық елге бізден де. Кейіннен ұқтым, тәрбиелеп сонда кем, жомартқа бәрі қанағатшыл қып біздерді. Бұл жаңағыда айрылу алдында айтқандай бір өзі азғантай ғана қауынды көп балалы үйде өзімізге жетпей атқан кезде мынаны апарып көршіңе бер деу арасында да сол кезде ауыр болатын. Кейіннен түсініп барсақ, бұл тәрбиенің көзі. Бөлісіп жеу өзіңде бармен, жан-жағыңа қарау, өзім ғана тойсам, өзімде ғана болса демей, ештеңе айтпай-ақ балаға осылай да тәрбие беруге болады екен ғой деген ой болады. Кейде қолда бар нәрсенің көп жағдайда қадірі болмайды ғой. Қазір әлемде дүрбелең болып жатыр. Айтқанда әлемнің астан-кестеңі шығып жатыр деп айтуға болады. Жан-жақтың бәрінде соғыстың оты, төгілген қан, жылаған бала, жылаған ана, осының бәрін көріп отырған кезде өзіңнің отаныңда осындай бір тыныштықтың болып жатқанын, өзіңнің отаныңда осындай бір берекелі мамыражай күн кешіп жатқаның, ана жыламаса, бала жыламаса, қан төгілмесе, анау-мынау ұсақ түйек болып есептелетін кейбір дүниелердің өз ретімен шешілетінін кейде аңғаруға болады. Қаншама отандастарымыз елге жете алмай, әлеуметтік желіде біреуі жылап салды, біреуі қиналып салды. Әшінде Қазақстанды сынайтындар Қазақстанға жете алмай қалды сол кезде. Сондықтан біз көп жағдайда қадірін білмейтін, бағасын біле бермейтін дүниелер осындай кезде білінеді. Қаншалықты қадірлі екені, қаншалықты құнды екені, қаншалықты осының берекелі өмір екендігі. Мен ойлаймын, қазір біз өзіміздің ұрпаққа дұрыс тәрбие беріп жатқан жоқпыз деп ойлаймын. Қазір қаптаған психологтар шықты, бұлай жасауға болмайды, ол балаға детский травма болады, баланың бетінен қағуға болмайды, балаға болмайды деп айтуға болмайды, балаға еркін өсу керек, баланы шектеуге болмайды. Былайша айтқан кезде менің түсінігімде бұның бәрі баланы тәрбиештікке тәрбиелеу. Ол бала қанша дегенмен оң солын білмейтін, әлі буыны қатпаған, бұғанасы бекімеген бала. Ол ненің жақсы, ненің жаман екенін білмейді. Нені істеуге болады, нені істеуге болмайды, олар білмейді. Оған атана айтып отыр керек, мынаны болады, мынаны болмайды, мынаны былай істе, мынаны олай істе. Қазір өз-өзіне қол жұмсайтын жастар көп. Өйткені біз қазақта сөз болатын, балаңды аясаң аяма дейтін. Біз қазір баланы аяймыз. Қарны ашық қалмасын, қиналып қалмасын, жаяу жүріп қалмасын. Бұның бәрі біз боргемік, қиындыққа төзбейтін, өз-өзіне жауапкершілік алмайтын, былайша айтқан кезде бір бос бөлбеу ұрпақ тәрбиелеп жатырмыз. Мәселен, қазір ОБТ-дан өтелмей қалыпты дейді да, өз-өзіне қол жұмсайды. Мәселен,
бұрын да оқуға түсу оңай болған жоқ. Анау ауылдық жерлерден арып ашып ағайын жағалап Алматыға келіп емтиханға түсе алмай, қайтсе де жұмыс істесе де сырттайға түссе де әйтеуір намысқа тырысып, пәтер жағалап жүріп, қара жұмыс істеп жүріп білім алған біздің алдымыздағы аға буындар. Ал кейінгі жастар ондай қиындық көрмейді. Соның өзінде бір кішкентай қиындыққа өмірдің соңы сияқты қылып қарайды. Бұл жаңа біздің берген өбектеген тәрбиеміздің жемісі ғой деп ойлаймын. Сондықтан біз балаға бұрын қазақ қалай қарады, қазір де солай қарауымыз керек. Ширататын кезде ширатып алу керек, ұрсатын кезде ұрсып алу керек, қайыратын жерде қайыру керек. Менің түсінігімде баланы аямау керек. Сол кезде барып ол мықты, намысты, өз-өзіне жауап бере алатын, кез келген қиындыққа қарсы тұра алатын, қиындық кездескен кезде сынбайтын жас болып өседі. Біздегі ең кемшілік қазір тәрбиедегі сол баланы аяу. Өте аяп қараймыз. Қаны ашып қалмасын, тоңып қалмасын. Мектепке жаяу жібермейміз. Машинамен апарып, машинамен әкелеміз. Жоқ болса таксимен апарамыз. Бұл болашаққа жасалып жатқан қиянат деп ойлаймын. Және де ол балаға қатал болу деген сөз, оны таңнан кешке дейін төмпештеу, оның пікірін тыңдамау, оның көзқарасымен санаспау деген сөз емес. Баланың да пікірі болады, баланың да көзқарасы болады. Онымен де санасу керек. Бірақ әр нәрсенің шегі болу керек. Қаталдық болған кезде де жауыздық емес, еркін болу дегенде де ол тәрбиештік емес. Осы екеуінің ортасынан бұрын қазақ тәрбие болды ғой. Сол қазақ тәрбие Европаға еліктемей, аса бір діни догмалыққа да салынбай, қарапайым қазақ тәрбиемен тәрбиелеп шығу керек деп ойлаймын баланы. Бұрын қазақта мына кісі намаз оқиды десе құрметтейтін. Мына кісінің сақалы бар ғой дейді. Айналайын, мен тым болмаса сақалым сыйласайшы дейтін. Бұл кісінің ақ жаулығын сыйламайсың ба дейтін. Қазір сақалдан да шошитын болдық, намаз оқиды десе де шошитын болдық, басында жаулығы бар десе де шошитын болдық. Бұның барлығы теріс ағымдардың, теріс ағымдағы жүрген адамдардың көп әйел алу. Мәселен, қазір біз зайырлы мемлекетпіз. Әр адамның өзінің құқығы бар мемлекетте өмір сүріп жатырмыз. Сондықтан қыз баланың тағдырын ойыншық қылу, бірінен кейін бірін алып, немесе оны бірінен кейін бірі жіберіп, бұл да былайша айтқан кезде не адамгершілікке, не мұсылмандыққа жатпайтын дүние. Ол алған жар адамның алдында да, Алланың алдында да ол аманаты ер адамның. Сондықтан оған екі дүниеде де жауап береді. Және балдардың алдында да сол аманат. Өз дінде де бар ғой, әкенің балаға үш міндеті бар. Біреуші жақсы ана табу, жақсы тәрбие беру, жақсы ат қою деген сияқты. Егер осы үшеуінің ешқайсысын істей алмайтын болса, әке ретінде бұл балаға да, анаға да жасалған бір қиянат деп ойлаймын. Қазақта отан отбасынан басталады деген сөз бар ғой. Әлемде сол бір қауымдастықтардан, сол бір мемлекеттерден құралып тұр ғой. Кезінде
алаш арыстары ұлтты қалай құтқарамыз деген идеямен өмір сүрді. Сол жолда жанталасты. Бірақ олар білді, тәуелсіз мемлекет бола алмайды, әскер құра алмайды, оған мүмкіндік жоқ, мүмкіндік бермейді. Бөлек экономикалық қаржысы жоқ. Бір ештеңе жоқ кезде олар ағартушылықпен айналысты. Біз қазір жазып жүрген жазу, біз сауат ашып жүрген әліппе, біз үйреніп жүрген қазақ тіліндегі барлық ереже, біз оқып жүрген оқулық, осының барлығын алаштықтар аз уақыттың ішінде жанталасып жасап кетті. Бұлар өздерін құтқара алған жоқ, рас тәуелсіз мемлекет құра алған жоқ, бірақ бір ұлтты сақтап қалды. Бір ұлттың өмір сүруіне, бір ұлттың жер бетінен жойылып кетпеуіне, бір ұлттың бір күндері болмаса, бір күндері тәуелсіз мемлекет бола алатынына барынша жол ашып кетті, барынша бағыт жасап кетті. Бізде де әлемді құтқару туралы әлемдік деңгейдегі халықаралық үлкен ұйымдар бар. Мен ойлаймын, осы ұйымдар қалай болған кезде де әлемнің тыныштығын, әлемнің бейбітшілігін, әлемнің тұрақтылығын қамтамасыз ету туралы бір жобалары, жоспарлары бар шығар деп. Қазір енді рас аласапыран болып жатыр, қантөгіс болып жатыр, бірақ бұның барлығы ұлттардың, адамдардың, ұлттардың және бір мемлекеттердің мүддесі емес, бұл жеке адамдардың, жеке саясаткерлердің, жеке көшбасшылардың жасап отқан ғой деп ойлаймын. Егер осы билік басындағы бір саяси топтардың өкілдері ауысса, әлем қайтадан қалпына келетін шығар. Қазір заман сондай ма, қоғам сондай ма, барлық адам өкпелі, барлық адам біреуге ренжулі, ешкімде уақыт жоқ. Анау неге өйтпейді, мынау неге бүйтпейді, мынаны неге айтпайды, барлығы бірін-бірін өкпелеп жүрген адам. Мен ойлаймын, барлық нәрсе адамның өзінде болу керек. Өзі бірінші жақсылық жасау керек, өзі бірінші мейірімді болу керек, өзі бірінші жақсы сөз айту керек. Біз қазір сондай бір кезең болып тұр, не нәрсені де біреуден күтеміз. Ол неге маған көмектеспейді, оның ақшасы бар ғой, неге бермейді, оның мүмкіндігі бар ғой, неге айтпайды. Сондықтан менің ойымша біреуді кінәлай бермей, адам бәрін өзінен бастау керек. Мен жақсы болуым керек, мен айналамдағылар да жақсы болады. Мен жақсы сөйлеуім керек, сол кезде менің айналамдағылар да жақсы сөйлейді. Мен жақсылық жасауға тырысуым керек, сол кезде менің айналамдағылар да жақсылық жасауға тырысады деген нәрсе болу керек. Менің бір өлеңім бар еді, жақсылықта жамандықта өзіңнен деген. Бір жаман, мен соны жатқа білмеймін. Қазір надан оқып берейінші. Бит көкпелеп отқа салма тоныңда, қанша арман жөргегінде көзілген, ешкім сенің кесе алмайды жолыңда, жақсылықта, жамандықта өзіңнен. Бойыңдағы рахым нұры сөнбесе, жүрегіңнен шуақ шашқан әуелде, мейірімге мұқтаж болғың келмесе, мейірімді бол әлемге. Қарау керек күллі әлемге күлімдеп, ақшамында арайланған таңын сүй, сүйсін десең сені құдай құлым деп, адамзаттың бәрін сүй, жақсылықтан үмітіңді үзбесен. Өзге ештеңе көздеме, мына әлемнен шын бақытты іздесең, бақыт сыйла өзгеге. Жабыққанның жан жарасын сенемде, жаны жүдеу жұрт азба. Маңайыңнан қолдау күтсең, егерде қолыңды соз мұқтажға. Ешкім сенің кесе алмайды жолыңда, қарау керек ақылмен һәм төзіммен. Бит көкпелеп отқа салма тоныңда, жақсылықта, жамандықта өзіңнен.